Өз басыма осы әзілдердің ішінен тақырыптардан осы отбасылық, оның ішіндегі мына күйеу мен әйелдің арасындағы ұрыс керіс ушу сол қатты ұнайды. Білмеймін не екенді. Көп ойлайтын шығар, Тұрсынбек әйелімен ұрсатта жүре ме деп. Жоқ. Бұл әйелім ешқандай қатысы жоқ бұл жерде. Негізі айтады, мына ер азаматтардан сұрасаң, жасың нешеде десең қанша бересің дейді. Еркектерге не керек деймін да, қанша бересің деген. Бірақ сұрайды, не қанша бересің дейді. 45-тесің ба десең, мәз болып қалады. Өзі 35-те. Біз еркектер өйткені кішкене көбейтіп айтқан жақсы көріп тұрамыз. Үлкен көрінгенді. Ана жеңгелеріміз, қыздар, әйелдер жағы жас көрінгенді жақсы көреді. Нешедесіз десең, қанша бересің дейді. Біліп тұрасың енді, примерно 40-тың үстінде екен. Бірақ осы ренжітіп алмайыншы осы. Неше десем екен деп тұрасың да. Даже 30-ды қимайсың ғой. Бетіне нағылы қарап тұрасың да. 27 дейсіз бе? Десең бітеді. Бәрі сүй деп айтады деп қуанып қалады ғой кән бар. Жас көрінгенді қалап тұрады. Негізі айтады, мына өмірде әйел адамның қазір шығам дегенмен еркектің қазір келем деген екеуі бірдей екен. Әйелдер үйден шығып болмайды, біз еркектер үйге келіп болмаймыз. Біз уақытында үйге келмесек, ой, заланғандарын көрсеңіздер үйде отырып. Бүкіл прошлыйың жинап отырады ғой. Дел ашып қояды саған бар ғой кән. Бала шағаға репетиция істеп, подружкаларына звондап, генеральный репетиция істеп, үйдің ішінде кәм үріліп отырады өзінен өзі. Негізі әйелдердің көңіл-күйі қандай екен бірден білуге болады. Өздері білдіріп қояды, шыдамайды ғой. Көңіл-күйі жақсы болса звондайды. Шай дайын, қайдасың, келе жатсың ба? Айтшы, қай жерде келе жатсың? Қай жерде келе жатсың? Қоймашы телефонды, қай жерде келесің? Айтшы деп. Көңіл-күйі жоқ болса қысқа ғана айтады. Қайдасың дейді. Жүрек сұрады. Что-то не то, бірдеңе істеу керек, не істеу керек. Әр еркектің өзінің тактикасы бар енді, әйелдердің көңілін табатын. Біреулер сыйлық алады, біреулер жұдырығын алады, әйтеуір әркім әртүрлі енді. Жолшыбай бір подарка алып аласың. Үйге қарай жақындайсың, балдар айтып қояды ғой жаңа. Папа келе жатыр деп. Анау үйде отырып, образға кіреді. Төбесінен қызыл свет жанып тұрады, жарлайын деп жатыр ғой жаңа. Страшный маскасын тағып алған бетіне. Сен жаңа үйге қарай жақындайсың, пісіміля деп жаңағы. Ана подарканы беріп үлгірмесен бірге жарласын сразу бар ғой жаңа. Деп тұрасың да есікті ашып қаласың да, мынау саған дейсің бар ғой. Ана подарканы көрген кезде банадан бері жиналып отырған ашудың бәрі функ етіп шығып кетеді ғой. Бірақ жүректен, денеден шығып кеткенмен түрін бермейді ғой. Ой, түрі әлі бейт тұрады. Ана подаркеге көзі жеткен жоқта не екен білмейді ғана, ертерек беріліп қолмайын деп атырғандағыша. Не ол дейді жаңа. Мен саған алсайшы десең, деп кәдім сақина ғой жаңа, саусағына тағып алады да, ашуы ақырын тарайды. Телефонына қарай кетіп батады, телефон. Подружкасына звондайын деп бара тұр ғой жаңа. Подружкасына 16-да екеу сөйлесіп қойған. Сенікі бар ма, менікі жоқ па, әлі жер қойды. Енді айту керек қой, менікі келді, подарка алып келді, сенікі әлі жоқ па деп. Ана ішін удай ашты керек қой жаңа. Ол әйелдердің психологиясы сондай. Мен кей кезде ойлаймын, вот еркектер ашуланып жатқан кезде подарка беріп көрдіңіздер ме? Вот еркек ашуланып жатқан кезде ешкім подарка бермейді ғой. Еркектер ашуланып жатқан кезде, мынау саған деш, кетші адам жылады демейді. Подарка беретін уақытта қонекөсі адам жылады дейіп бар. Одан сайын жындап кетеді ғой. Ана подарка өзде жын болып көрініп тұрады сразу бар ғой. Сосын біз еркектер 1-2 сағат өткеннен кейін өкінеді екенбіз ғой. Кәдімде өкінесің. Бекер алмадым бар ғой. Мен үшін сатып алды ғой, барып бар ғой. Той, бір сондай бір мінезім бар менің бар. Не болды екен, не алды екен деп ішімнен де. Сөйтсем әйелдер де өкінеді екен, бекер алдым дейді екен бар ғой. Енді вечно сөйтеді, мен ашулансам болды, өтірік подарка әкеле салады деп. Мен мына залда үлкен апаларымды көріп отырмын, жеңгелерімізді көріп отырмын. Бұрын ұрысып қалсын әкелерімізбен, туған күні болсын, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болсын, ешқандай подарка күтпейтін еді. Мен өз басым өмір көрген емеспін. Әкемнің кәдімгі анама келіп бір сыйлық беріп отырған. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын саған деп, мамам, ой, рахмет деп, дастархан жайылып. Ішпей келсе сол подарка болатын бұрын. Бұрын сондай заман болатын, ішпей келсе подарка ғой. Папаңның кәдім түрін біліп алғансың ғой уже. 2 түрі бат, біреу мас түрі, біреу сау түрі. Папаң үйге кіріп қалғанда 3 секунд үйдің ішінде пауза чуть-чуть. Бетіне қарап қаласың.
сауытырын көріп қалсаң, хо-хо-хо ойнап кетесің. Что-то подозрительный осы аяқтың ұшымен қораның артымен фу кетесің. Сондай замандар өтті енді, Аллаға шүкір, қазір ондай емес қой. Сонда аналарымыз бүгін менің туған күнім, бүгін менің мерекем деп түске дейін жатқан аналарды көрген емес. Таңғы сағат 5-тен тұрып алады, есік алдын сыпырып жүреді ғой. Брусчатка асфальт жоқ, қара жерді сыпырып жүреді. Шамның ортасында өзі көрінбейді. Күйеуін шығарып салып жұмысқа, қазанын қайнатып, кірін жуып, ол кездің кірлері қандай деймді. Киімдердің материалдары күшті болмайды, тау болып үйіліп жататын. Сонда қарайсың да, әкелеріміздің пупайка шалбарлары болатын. Соны анамыз суға салады тазикке. Қайтадан шалбарды алғанда тазикте су жоқ уже бар ғой. Біз шақырып, мында кел, сығамыз дейді. Сен ан жағында тұрасың, мамаң мын жағында тұрады. Мамаң кішкентай болса да күші көп болады. Іштің жұмысы, сырттың жұмысы өзі жүретін ғой енді. Ан жағында сен тұрасың, мын жағынан сығып отырған кезде жуп. Сен ан жағында кірмен бірге айналып жатасың. Жуп. Ұсташайшы деп айқайды салатын деп. Аналарымыз қандай күшті болатын. Міне аналарымыз отырған, аман болыңыздар апалар. Сонда менің істеп атырған жұмысымды ешкім көріп атырған жоқ қой. Кім үшін істеп атырмын деген бір сөз болмайтын. Сол әулетке сіңіп кеткен ғой. Күйеуіне адал соншалық. Үйіне деген қазіргі келіндер күйеу қарап тұрмаса жұмыс істемейді. Қазір как будто бірдеңе істеп қойса, күйеу келіп айтатын сияқты. Мен көрген жоқпын, сана алмайтын деп жа. Кеш болады, әкеміз жұмыстан келетін уақыт. Қалай сыйлаған күйеуін деймін да, 7 бала болсын, 10 бала болсын, бір шыбынның ызын естілмейді. Тыныш жерде шай ішсін дейді, тамағын ішсін дейді. Бізге айтады, кіріңдер ан жаққа, әкелерің келе жатыр дейді. Бір әкең бесін неміске атқан секілді кіріп кетеді. Сол кездің балдары жыламайтын, сол кезде балдарда бір жылау деген сезім жоқ ау деймін. Бір жастағы баланың өзі дыбысын шығармай жылайтын ғой. Бәрінің артынан еріп кетеді кәм, фу деп. Дыбыс шығармайды кәм, үн жоқ. Жылап атырған білмейсің, күліп атырған білмейсің де. Кеш болады, есік алдын сыпырып қойған, су сеуіп, қазан қайнаптыр, кірі жуылып үтіктеулі, мал жайлаулы, сүтін қаймақ қылып, оны май қылып, үйдің іші тап-таза. Әкеміз жұмыстан келеді. Ол кез әкелеріміздің болмысы қандай еді. Әке ғой, түріне қарасаң, әке дейсің сразу. Әкелеріміз келеді, серьезный екен. Анамыз алдынан жүгіріп шығады. Амансың ба, қалың қалай, жақсы ма? Әкеміз анамызға қарап бір жымаймайды ғой жүрген. Киімін алады, іліп қояды. Екеуі тып-тыныш жерде тамақтарын ішеді. Сосын әкеміз ана бөлмеге барады, қойдың артында жүрсін, шөптің артында жүрсін. Әкелеріміз сауатты болатын, газет оқиды, журнал оқиды. Кешкі жаңалығын көреді де әкеміз жатады. Сосын анамыз бізге келеді. Біз ана бөлмеде отырық қой, пленде отқан солдаттар ұқсап жаңа. Бізге келіп, жүріңдер тамақтарын жеп алыңдар. Біз біріміз, артымыздан біріміз көлге кетіп батырған үйректер құсап, бір үн шығармай, аяқтың ұшымен тамағымызды ішіп аламыз да, жатыңдар дейді. Бәріміз қайтадан түнкет жата қаласын бар ғой. Таң атады, әкеміз ұйқыдан тұрады, таңғасын береді, жұмысқа кетеді. Сосын анамыз айтады, шығыңдар, әкелерің кетті дейді. Осы сөзді естіген кезде барқам, уа деп демаласың кәпі, папа кетті деп, бір үйден неміс шығып кеткен секілді как көту. Бір терезеден қарасам, бір танкі кетіп батқан секілді немісін де, сондай әсерде батын. Сонда әкелеріміз бізге кіріп бір ұрсып, қолын тигізмейді, аналарымыз ғой. Ана әкең айтам деген ұлы сөздің өзін қарашы, әкең айтам деген сөз. Сонда әкеміз ана бөлмеде отырғанымыз білмейді тіпті. Кей кезде ойлайды едім, әкелеріміз ойлайды едім, осы балалар нағып менен тығылады да жүреді. Осылар мені әкесі екен біле ме деп бір сұрайтын шығар деп ойлаймын да. Сонда анамыз біздің әкені қалай сыйлау керек екен, өзін қалай құрметтеу керек екен, баланың орны қандай болу керек, іштің жұмысы, сырттың жұмысын бір өзі аналарымыз алып жүрген. Қазір қалай? Қазір енді айтайын енді, соны айту үшін шықтым негізі. Банағы мысал ғой. Қазір таңертең 8-де жұмысқа кетесің, кешкі сағат 8-де жұмыстан келген кезде, есікті ашып қалған кезде кір жуылы, тамақ пісірулі, есік сыпырулы, ол мечта. Ол мечта, ол уже болмайды ау қайтадан деп ойлаймын. Есікті ашып қалсаң, үй шашылып жатыр, кір үйіліп жатыр, бала панганал бақырып тұр, бала бақырып жатыр, әйелің балаңа қайрап жатыр, өзі бір екі бала. Мына бала надоело уже маған жарып жатты бар ғой. Күн жаққа көтер. Бір кет әкеңе баршы дейді. Ана көріністі көріп тұрып бар ғой, кәдімгі үйдің үшін жұмысты өзің істеп кетесің бар ғой. Осақ әйтеуір үндемесін әйтеуір. Осақ әйтеуір жыламасын. Осы әйтеуір тыныш болсын деп үйдің үшін тамағын пісіріп кетесің, кірін жуып кетесің. Ана балдарды алып, наоборот, ана бөлмеге солармен қосып өзің отырасың. Жылама, пап, мама келіп қалады қазір. Мама жоқ па батыр? Сонда ана баланың түк күнәсі жоқ. Баладан көреміз, баланың түк күнәсі жоқ. Таңертең 8-де жұмысқа кеттің, қолына телефонды алады, Инстаграм, сериал, ВК, сериал, 8 болды, күйеуінің жұмыстан келетін уақыт есіне түсіп кетті.
үй шашылып жатыр, тамақ піскен жоқ, кімнен көреді? Ұйықтап жатырған баланы оятып алады. Есіктің ашқанын күтіп тұрады, бүйтіп қалады. Есік ашпаған кезде, мына надоело уже маған шаршады деп. Не дейсің маған вообще? Күнде қашты естіткен жоқсың ғой. Сен арқалатында жүрдім, сен мен жүрдім осы деп. Ана баланың түрін қарасаң вообще непонятно вообще. Мен вообще қандай кінәм бар мен вообще? Мен күн ұзаққа ұйықтаған адам деп айтайын десе ана баланың тілі шықпаған дәлді. Сосын қазір келіндер айтады, күйеуім уақытында үйге келмейді. 11-де келеді, 12-де келеді. Анандай у-шу болатын үйге кім барғысы келеді? Аналарымыз білген, әкелеріміз уақытында келу үшін не істеген? Береке істеген үйдің ішіне, мереке істеген. Әкелеріміз уақытында үйге келген. Біз де сол әкелердің ізімен үйге кірген кезде, ай шіркін-ай жаңағыдай деп жүрген армандаймыз. Сондықтан мына аналарымыздың жолымен жүрсек, әр шаңырақта тыныштық, береке, мереке болар еді деп ойлаймын.